Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте жұмсақ әрі тез дайындалатын осындай кестелі құймақ дайындаймын. Бұл құймақ өте дәмді әрі кестелі болып шығады. Егер сізге рецепт қызықты болса, соңына дейін қараймыз. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа, жарты стақан шекер, 500 грамм айран салып жақсылап араластырамын. Үстіне ұн мен қопсытпаны бірге қосып саламын. 200 грамм қайнаған су мен 4 қасық сұйық май салып, жақсылап араластырамын. 1 келкі болу керек. 5-10 минутқа демалдырып қоямын. Құймақ пісіруді бастаймын. Міне қараңыздар, осындай тесіктер пайда болды. Екінші бетін аударып, дәл солай пісіремін. Міне құймағымыз дайын, әдемі, дәмді, кестелі болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.